Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шишка тәріздес шоколадты печеньенің рецептін ұсынамын. Жаңа жылдық және де мерекелік дастарханға ұсынсаңыздар өте әдемі болады. Құрамы да қолжетімді, әрі тез дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа жылдық дастарханға арналған рецепттер саламын. Печеньемізге керек заттар тізімін мен төменге описанияға қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасында еріген сары май қажет. Үстіне қант ұнтағын қосып, кішкене тұз салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массамызға сұйық май құйып, үстіне бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға какаоны електен өткізіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Сосын ұн саламыз. Ұнымызды електен міндетті түрде өткіземіз. Және де үстіне бір қасық қопсытқыш салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірден салмаймыз, осылай бөліп салып, осылай лопаткамен жақсылап араластырып аламыз да, кейінірек қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің печеньеміздің қамыры жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Енді қамырымызды 20 минутқа холодильникке қоямыз. Қамырымызды осылай бөліп 40 граммнан өлшеп аламыз. Содан кейін сопақша етіп, шишкаға ұқсатып формасын жасаймыз. Пышақтың көмегімен осылай шишканың формасын келтіреміз. Пышақты қатты баспаймыз, өйткені біздің печеньеміздің қамыры үгітілмелі, кейін піскен кезде сынып бөлініп кетуі мүмкін. Міне біздің печеньеміз дайын. Барлық печеньені тура осылай жасап шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді қызып тұрған пешке 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ал достар, біздің печеньеміз пісті. Енді осы печеньеміздің бетіне қант ұнтағын себеміз. Ол үшін печеньемізді тік ұстап, сосын қант ұнтағын себеміз. Сол кезде біздің осы кесілген жақтарымыз әдемі көрінеді. Достар, бұл печеньенің дәмі өзіме қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айғаным. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар.